Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үйдегі бар заттармен компот жасайтын боламыз. Ассорти компот. Ол үшін ең алдымен үйдегі бар жемістерімізді ыдысымызға салып, үстіне бір шай қасық ас содасын және мен үнемі осындай яблочный уксусты пайдаланамын. Яблочный уксустан шамамен бір ас қасықтай салып, үстіне жылы суымызды құйып, біздің жеміс-жидектерімізді жақсылап тазартып жуып аламыз. Яғни осы ас содасы мен яблочный уксус қосылған суда 20 минут немесе жарты сағат ұстап, содан соң бірнеше рет шайып аламыз. Оған дейін біз банкымызды стерилиздейміз. Яғни осындай су моншасында буға 7-8 минут шамасында ұстаймыз. Сондай-ақ банкының қақпақтарында осылай ыстық суда 5-6 минуттай қайнатамыз. Одан кейін банкымызға осы жемістерімізді саламыз. Маған осылай түрлі жемістерді салып, компотты ассорти етіп дайындаған ұнайды. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Қалаған жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар да болады. Мен бұл жерде өрік, менің өрігім үлкен болғандықтан 6 данадан салдым. Және де 2 уыстан осындай черешня салдым. Сондай-ақ сливадан да салып жібердім. Алайда мен сливам сәл жұмсақ болғандықтан, кішкене сырты ыстық су құйғандықтан ашылыңқырады. Негізінде бұл компотқа қаттырақ жемістерді пайдаланғандарыңыз дұрыс. Яғни слива, абрикос болсын, қатты түрі дұрыс. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, бетін осы қалпағымызбен жауып, 15 минутқа дәл осы күйінде қалдырамыз. Міне мен сливаларым жұмсақ болғандықтан осылай қабығы ашылыңқырады. Ештеңе етпейді. 15 минут уақыт өткен соң біздің суымызды қайта құйып аламыз ыдысымызға. Және жаңағы банкының ішіне 200 грамм қантымызды салып дайындап қоямыз. Жаңағы суымызды жақсылап тағы бір қайнатамыз. Кейбір кісілер қайтадан қайнатпай бірден жауып жатады. Олай да болады, өз қалауыңыз. Бірақ мен анамнан үйренген әдіс бойынша суын қайта қайнатамын. Сақтық үшін банкымыз жарылып кетпес үшін астына осылай пышақтың ұшын кіргізіп қоямын да ыстық суды бірден құя беремін. Суын толтырып құйып алған соң бірден осындай банкі жабатын өзіңізге ыңғайлы жапқышпен банкымызды айналдыра жауып шығамыз. Жауып болған соң банкының қақпағы толық дұрыс жабылғандығына көз жеткізіп, түбіндегі қанты еру үшін осылай бірнеше рет шайқап шығамыз. Дайын болған компотты бір күн төңкеріп бетін жауып қоямыз. Осымен біздің компотымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.